Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ, 3-ші сабақ, Есеннің кірпісі. Әңгіме. Оқушылар, біз бұл әңгімені суретпен түсіндіріп көрейік. Есен деген баланың үйінің айналасында зәулім биік ағаштар көп екен. Олар жеміс ағаштары. Оларда түрлі жемістер өседі. Бірінші алма ағашы. Онда ол қып-қызыл нарттай алмалар пісіп тұр. Одан кейін алмұрт ағашы. Және одан кейін моншақ сияқты қып-қызыл шиелер өсіп тұр. Ол шие ағашы. Одан соң уылжыған әдемі өріктер өсіп тұр. Бұл өрік ағашы. Ал ағаштардың арасында қызғылт бүлдіргендер де өсіп тұр. Есеннің өте қатты күтетін, өзінің баптайтын, өзінің жақсы көретін ағашы бар. Ол ағаш шатыр сияқты дөңгеленіп өскен шоқ ағаш, үлкен ағаш. Сол ағаштың бұтағына Есен мен оның досы Қаби екеуі үйінен тартылған электр сымына жалғап шам орнатты. Түнде сол шамды жағып, Есен мен Қаби сабақ оқиды. Есеннің асыранды кірпісі бар. Сол электр шамы жанған кезде кірпі ағаштардың арасынан шығып, кереуеттің астына кіріп кетеді. Және жайнаған электр жарығына таңырқаған сияқты қарап, кішкене тұмсығын шығарып, қарап тұрады. Сөйтеді де қайтадан жиырылып қалады. Есеннің кірпім деген дауысы шыққан кезде тұмсығын шығарып, тамағын іздейді. Ал Есен болса оның тамағын ертерек дайындап қойып, кірпінің қимылын бақылайды. Есен кереуеттің бас жағында тұрған мандолинасын алып тартады. Мандолинаның дыбысы түнгі тынық кеште өте ашық әдемі еді. Біраздан соң кірпі домаланып, кереуеттің астынан шықты да, мандолинаның дыбысын аңғарып, тура Есеннің алдына келді. Сөйтті де, әуенді анық тыңдағысы келген сияқты, тұмсығын сәл көтеріп, аз тұрды. Ал кітап оқып отырған Қаби басын көтеріп қарайды. Сол кезде Есен айтады: «Мына кірпінің тыңдап тұрғанын қарашы, әуен ырғағын сезеді өзі», деп күлімсірейді. Сабақ түсінікті болды ма, оқушылар? Және қызық болды деп ойлаймын. Сабақ ұнаса, Суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.